Сәлем достар, біз бүгін ақ және қара нан күлшелерін пісіретін боламыз. Өте дәмді, сондай жұмсақ болып піседі. Мейрамханадағыдай, көріп тұрғандарыңыздай іші де сырты да өте жұмсақ болу үшін видеоның соңына дейін көріңіз. Жылы сүтімізді, жылы суымызды құйып, қалған қоспалардың бәрін қосып араластырамыз. Жақсылап араластырып болғаннан соң екі бөлікке бөліп теңдей қылып, біріне ақ, біріне қара ұнды салып, екі қамыр илейтін боламыз. Бұл күлшенің ерекшелігі тек қана сұйық май қосамыз сары майдың орнына. Ал менде қазіргі илеп жатқан ұным бірінші сорт. Жоғары сұрыпты ұнды қолдансаңыз да өте әдемі шығады. Видеода көріп тұрғандарыңыздай өте жұмсақ қылып илейміз. Ал енді екінші қамырымызды илейміз. Жақсылап қара ұн сәл қолға жабысқақ болады. Міне илеп болдық. Көріп тұрғандарыңыздай енді бетін 1 сағатқа пленкамен жауып тұндырып қоямыз. Қамырымыз ашыды. Міне енді болса қамырымызды 3 бөлікке теңдей қылып бөлеміз. Енді бұл қамырымызды листімізге салып, бетін жауып, жарты сағатқа қойып қоямыз. Енді келесі қамырымызды да дәл осылай жасаймыз. 3 бөлікке бөліп, бір қайтара домалатып, демалдырып, жарты сағатқа қойып қоямыз. Енді бағанағы қамырымыз демалды. Видеода көріп тұрғандарыңыздай ортасын осылай, жан-жағын осылай басып шықтым. Формасын жасап болғаннан соң, әр үйден табылатын нанның, яғни тандырына жасауға қолданатын бұл нанның үстін басып форма келтіретін шанышқы. Осындай шанышқымен басып шықтым. Әдемірек. Енді бір жұмыртқаны алып, нанымыздың бетіне жағып шығамыз. Нанымызға жағып шықтық. Енді осындай менде күнжіт, нанның бетіне себуге арналған. Осындай күнжітпен жан-жағына күнжітті шашып шығамыз. Ортасына сейдананы шашып қойдым, көріп тұрғандарыңыздай. Ал қара нанымыздың ортасына асқабақтың дәнін шашып қойдым. Өте әдемі болып шықты. Міне біздің нанымыз шықты. Әп-әдемі, жұмсақ дәл мейрамханадағыдай сәтті болып шығуына сенімдімін. Жасап көріңіздер, еш өкінбейсіздер. Сұрақтарыңыз болса комментария жазыңыздар. Тіркелуді ұмытпаңыздар достар.